Сәлем аруларым, бүгін біз сіздермен ыстық күнде шөлді қандыратын сусын дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Алдымен жуылған миятамыздың үстіне қайнаған су құйып, бір шетке қоя тұрамыз. Сосын бір лимонның, бір апельсиннің сыртын теркадан өткізіп, седрасын алатын боламыз. Сосын осы седраларымызды сусынымызға салып, үстінен қант салып, қант әрине қалауларыңыз бойынша. Сосын бір лимонымызды ортасынан бөліп, суын сып аламыз. Апельсинімізді де турап сусынымызға салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бір ыдысымызға сүзгішпен сусынымызды құйып, қалған араласпамызға су құйып, тағы да холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Мята мен лимонның дәмі шыға беретін болады. Сосын банкымызға фильтрден өткен немесе қайнатып суытылған су құйып, үстінен лимонадымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сусынымыз дайын